Армысыздар, футбол жанкүйерлері, футбол сүйер қауым. Біз бүгін бірден дәл қазір Арсенал ПСЖ матчы алдында ПСЖ командасына толыққанды тоқталып өтеміз, және бүгінгі шығарымды дәл осы франциялық ұжымға арнаймыз. Әдеттегідей менің бүгінгі әріптестерім спорт комментаторы Дидар Қадыров және де спорт сарапшысы, футбол сарапшысы әрине Нұркен Мырзағалиев. Қош келдіңіздер. Кешар, қош келдік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Чемпиондар лигасы. Бүгін басталады. Ендеше ПСЖ туралы толыққанды бүгін енді шығарымыз дәл осы командаға арнап отырмыз. Нұркен Мырза, ендеше сізден бастайық бірінші. Айтатын дүние көп. Ең бірінші біздер статистикадан бастайық. Осындай керемет дүние. Бұл ПСЖ-ның шабуылдар проценті қай қапталмен қалай шабуылдайды екен. Примерно бірдей, көп тұрғыңыздай. Арсеналмен салыстырғанда. Арсенал салыстырғанда, Арсенал деген оң жақ қаптал басым болды ғой. Мартин Эдегор мен Саканың орны болғандықтан. Бұл жақта 34% бұл Ашраф Хакими. Ашраф Хакими. Соның рөлі. Оң қаптал қорғаушысын өзін жекелеген, шабуылдар көбіне бастайтын сол кісі. Ашраф Хакими қазіргі заманға, қазіргі футболға сай келетін тамаша қорғаушы, бірақ оның қазіргі рөлі осы Арсенал мен ПСЖ кездесуінде ПСЖ үшін үлкен минус болуы мүмкін. Неге? Қазір оны түсіндіріп өтеміз. Келесі бізде картинка дайындаған дүниеміз, бұл пас беру жүйесі. ПСЖ-ның жолақтары үлкен. Бұл дегеніміз бізде әр ойыншының арасында 10 пастан артық берілсе, жолақтары үлкен сызықтар көрсетілген. Жолақтар кіші сызықтар, ол дегеніміз пастар оннан аз деген сөз. Бұл жерде неге назар аударамыз? Арсеналмен салыстырғанда, естеріңізде шығар жігіттер, Арсеналда Мериноға ондай сызық болған жоқ. Бұл жүйеде, ПСЖ жүйесінде оң жақ қорғаушы, және Ашраф Хакимидің қазіргі кездегі орталық қорғаушы, шабуылшы ойнап жүрген Дембелемен байланыс көріңіздер. Яғни Ашраф Хакими оң жақпен қосылған кезде міндетті түрде кімді іздейді? Бірінші кезекте орталық шабуылшыны іздейді. Және де Дембеле ол жай ғана орталық шабуылшы емес, қазіргі футболдың несімен айтқан, терминмен айтқан кезде ложная девятка дейді ғой. Тек қана өзінің позициясына қадалып қалмай, ол көп қозғалады, зона ашады, өзінің командаластарына шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Жартылай қорғаушыларды көріп отырсыздар, бәрімен байланыс бар. Алдыңғы бағдарламада айтып өткендей, ПСЖ мен Реалды салыстырдық қой. Реалға не жетіспейді? Реалға ортада ойынды жүргізе білетін, шабуылын ырғағын білетін, темпін задавать ететін, допты ұстай білетін, шабуылды оң жақтан сол жаққа, сол жақтан оң жаққа шебер ауыстыратын, уақытылы ауыстыратын ойыншы жетіспейді деп айттық. Тони Кроссты есімізге алдық, праймовый бабы жақсы кездердегі Тони Кросс, Лука Модричті есімізге алдық, дұрыс па? А бұл ПСЖ-да жас ойыншылар болса да, енді үш ойыншының екеуі жас ойыншы, соған қарамастан олар плеймейкер ретінде жан-жақты бірдей жақсы дамыған. Бұл ПСЖ-ның Реалдан айырмашылығы. Оны неге біздер Реалмен салыстырып жатырмыз? Реал ұшып кетті ғой бұл турнирден. Дегенмен де Арсеналмен ойыны қалай болатынын түсіну үшін осы дүниені айтып өту керек. Осы алаң ортасында ойнайтын жігіттерге көп зат байланысты болады. ПСЖ-да осы үш жігіттің ішінде Руиз, Невеш және Витинья. Үшеуі бір-бірімен орындармен алмасып, әрқайсысы өздерінің қақпасының маңынан шабуыл бастай алады. Әрқайсысы алға қарай жылжи алады. Бір-бірінің орнын ешқандай сапасы жоғалтпай ойынды алмастыра алады. Осыны ұмытпау керек, жаңағыдай бұл картинка соның дәлелі. Сол қапталда өте жоғары позицияда орнын көп өзгерте білмейтін қазір соңғы ойындарда ол Баркаля. Кейде Хвич Кварацхелия. Да, бірақ соңғы ойындарда Хвич Кварацхелия оң қапталда ойнап жүр. Және Хвичаның бір өзіндік рөлі де бар, қазір оны тоқталып өтеміз. Жалпы ПСЖ былай айтқанда сбалансированный команда дейді ғой. Жақсы баланс бар.
бір айтып бара жатқандай бір қаптал тек қана бір қапталмен шабуылдайды, болмаса екінші қапталда жұмыс жасамай қалады деген сияқты ондай дүниелер жоқ. Баланс бар. Жас ойыншылар, жасында жарқылдап тұрған, көздері жанып тұрған жігіттер. Сол себепті ПСЖ-ның жүйесі осы. Плюс сонымен қоса бұл орысша айтады ғой, усредненный позиции. Матч бойы дәл осы ойыншылар көбірек осы позицияларда уақыт өткізеді. Бұл әрине Витиния, Фабиан Руйс, бұл ортада, Невеш, жаңадан 20-дағы жігіт бір дарын сондай жартылай қорғаушы. Плюс әрине Витиния. Ал мына жақта Хакими, Кварацхелия, дұрыс па? Кварацхелия, соңғы Кварацхелия. Ана жақта сол қапталда бұл Барколя, ортада әрине Дембеле. Бірақ қызығы сол Хакими мен Дембеленің дуэті деуге болады ғой. Кәдімгідей бір оң қапталда ойнайды қорғаушы мен орталық шабуылшы. Хвича Кварацхелия сол жақта шыққан кезде, онда оң жақта ПСЖ Барколя немесе Дуэ бар ғой. Дуэ бар. Түсінікті. Жарайды, онда бірден ойын жүйесін соңғы ойындағы ПСЖ-ның қателіктеріне және басымдықтарына көрсететін слайдтарға көшейік. Ол келесідей. Астон Вилламен болған қарымта ойында, бірінші таймның орта тұсы, ойыншылардың алаңдағы орын аласуы, және де мен неге назар аударғым келеді. Өзіңіз көріп отқандай, Ашраф Хакими мен Мендес өте жоғары позицияда ойнайды. Тіпті шабуылшылардың бір деңгейінде ойнайды деп айтуға болады. Бұл футболдың жаңа үрдісіне сай негізінде позициялары. Бірақ көп командаларда, еуропалық болсын, қазақстандық болсын, егер де бір қапталдағы бір ойыншы көтерілсе, онда келесі қапталда лево флангтағы мысалға Мендес болса, Хакими көтерілсе, Мендес онда артқа қайтып баланс дейді ғой, баланс сызып айту керек. Бұл жерде бірақ Мендестің орнына Руйс түсіп отыр, сол себепте артта үш ойыншы баланс бар. Егер де бұл баланс не үшін керек? Жылдам қарымта шабуыл болатса, артқа қайтып үлгеретін ойыншылар болу керек. Сол себепті ПСЖ қапталда ойнайтын қорғаушылары жоғары көтеріледі. Бұл басты назар аударамыз осыған, главный фактор дейді ғой ПСЖ-ның ойындағы. Хвича Кварацхелияның орнын көріп отырсыңдар. Негізінде оң қапталдағы Венгер ортаға көп ойысады. Неге? Хакимиге өзінің зонасын босату керек. Сонымен қатар Кварацхелия өзінің жаңағы жеке шеберлігінің арқасында, дриблингінің арқасында ортадан допты алып, өзі ойын жалғастыра алады. Осы қасиет туралы ұмытпаймыз. Оның алдында айтып өткендей, Дембеле бұл таза орталық шабуылшы емес. Ол негізінен Дембелені білесіздер ғой бәрін, қапталда ойнайтын. Негізі қапталда Барселонада қапталда ойнайды. Бірақ қазіргі кезде Гонсало Рамош жарақатты. Жоқ, ол негізі отыра береді сол. Демек бәсекелесті жеңіп қалған сияқты ғой. Сол себепті Дембеле ойнап жүр. Дембеленің рөлі көбінесе шабуылдар кезінде қарсылас команданың қорғаныс сызығы және жартылай қорғаныс сызығы арасындағы зоналарда ол деген бос кеңістік іздеп сол жерде доп қабылдайды. Оның рөлі, ПСЖ ойындағы рөлі, басты рөлі сол. Және де сол зоналарда допты қабылдап, ол ары қарай қапталға пас асырады. Яғни бір қапталдан екінші қапталға ойынды ауыстыратын осы Дембеле. Одан бөлек Барколяның позициясын көріп отырсыздар. Дембеле артқа қарай ығысқан кезде алда міндетті түрде бір ойыншы болу керек, сол ойыншының орнын Барколя басады. Және де Дидар өзің айтып өткендей Витиния, Невештің позициялары осы, бұл екі жігіт шабуылға ұялмай қосылады. Мен бұл жерде арақашықтықты бостан-босқа атап өткен жоқпын. Көп тұрсыздар, 42 метр, 20 метр, бұл өте үлкен арақашықтық. Егер де осы позицияда ПСЖ орталық тұста, мына позицияда доп жоғалтатын болса, мына жігіттерге артқа қайтуға қиын болады, өте қиын. Мүмкін Хакими жылдамның арқасында үлгеруі мүмкін, ал Мендешті айта алмаймын. Мендештің тіпті позицияны көріп отырсыздар. Қызығы, біріншіден асимметрия дейді ғой. Бұл дәл осы Пари Сен-Жерменнің ойына жақсы Барколя да ортаға әдейі кетіп жатыр да, осы аймақты кімге? Мендешқа беріп жатыр ғой. Осыдан кейін осындай диагональ кетті ме?
Бұл эпизодты мен есімде емес, бірақ доп қателеспесем Брайан Руизға барады. Фабиан Руизға. Фабиан Руиз себебі арттан ойын жүргізетін жаңағы глубинный плеймейкер дейді ғой, сол рөлді атқарады Фабиан Руиз. Бірақ Астон Виллада жақсы қорғанып жатыр. Әлі осы зонада 4 ойыншы, Пари Сен-Жерменде 3 ойыншы ғана қалып тұр. Мына жақта Витинья жауып тастады оның Тилеманс, оған пасты бере алмайды, сондықтан мүмкін Кварацхелия артқа немесе Хакими арқылы, немесе Маркиньес арқылы ойнайтын шығар. Жоқ, ол Дидар шабуылды қалай жалғастыратын ол бөлек әңгіме. Бұл жерде басты назар мына екі латеральдың жоғарғы позициясына атап өтеміз. Неге? Себебі бұны әрдайым пайдалануға болады. Мына жерде қанша жерден десең баланс создавать етсең, артта 3 ойыншы қалдырып, мына бос кеңістіктерді пайдалануға мүмкіндік бар. Демек, Арсеналға бүгінгі болатын ойында осы бос кеңістікті пайдалануға мүмкіндік жасау мүмкін. Өзінің жоспарын, ойын жоспарын осы кеңістіктер арқылы. Букайо Сака, Мартинелли арқылы. Ар жақта Сака ойнайтын болса, мына жақта Мартинелли болады. Мартинелли білеміз, ол жүгіреді, бегонок. Қорғаушының артына жүгіреді. Демек, Мартинелли үшін керемет жағдай. Сол себепті енді Ашраф Хакимидің бүгінгі ойындағы рөлі қалай болатынын мен білмеймін. Алға қарай қосылайын десең, артта Мартинелли бар. Өзін сияқты жүгіріп, шаршамайтын жігіт бар. Оны да ұстау керек. Оны тек қана бір орталық қорғаушы Маркинес профессор енді сөз жоқ. Керемет қорғаушы, бірақ бір өзі Мартинелли сияқты ойыншыға ол деген үлгермеу мүмкін да. Сол себептен бұл жерде тіреуші жартылай қорғаушы көмектесу керек. Бірақ айтып өткендей Руиз ол көбінесе сол жаққа қарай бет бұрады, бүйрегі бұрады, а мына жігіттер алда ойнап жүр. Витиньямен Невиш. Бұл проблеманы қалай решать ететін мәселені Луис Энрике бүгін көреміз. Бұл негізінде мен үшін бұл үлкен мәселе. Керісінше Артета үшін керемет мүмкіндік. Жеке шеберлік сеніп жатыр ғой ең біріншіден. Келесі слайдымызға көшейік. Бұл тағы да атап өткендей ПСЖ Астон Вилламен болған ойындағы позиционды жаңа шабуылы көріп отқандай Барколя қайтадан жоғары қарай көтеруде, яғни центральный нападающий орталық шабуылшы ретінде Дембеле қайтадан айтып өткендей өзімен бірге бір қорғаушыны алып кетуге тырысуда, яғни төмен қарай ығысуда. Төмен қарай ығысып, ол өзімен бірге бір қорғаушыны алып кетеді. Бір қорғаушыны алып кетеді деген сөз, ол мына қазіргі пландағы Хвича Кварацхелия я болмаса Ашраф Хакими үшін зона ашып береді. Бос кеңістік ашып береді. Қызғы Барколяның мәнері да ойнап отқан адамдар. Әдейі екі ойыншының ортасында тұрып, оның артынан немесе Майтикеш кетеді, немесе Конса. Бірақ ол да полупозицияда болып қалады. Мүмкін үлгере алмайды. Сондықтан Кэшті кетіп жатыр. Сол қапталға беріп жатқан пас. Витинья соны жақсы көріп, содан соны тауып жатыр. Хакимидің позициясын көрдіңіздер ғой. Иә. Полуфланг толтырып, мысалға, көріп сонда ПСЖ-да былай болып тұр ғой, Хвича тек қана ығыса бермейді, арасында Хвичада жаңағы кеңістікті пайдаланып, бос кеңістікті пайдаланып, өзінің флангындағы өзінің негізгі рөлін ойнайды да, ол кезде Ашраф Хакими полуфланг дейміз ғой, сол полуфланг толтырады. Демек бір-бірімен алмасып тұрады бұл жігіттер. Бұл жерде ойын сол қапталға өрбіді, Мендеш әдеттегідей қосылып жатыр шабуылға, тұрақты зат ПСЖ-ның ойындағы. Қайталап өтем, жаңа футболға сай, жаңа үрдіс, қапталдағы ойыншылардың қосылуы. Бұл тұрғыда енді басқа топ командаларға ұқсайды, Интер сияқты мысалға. Интерде де жақсы қапталда ойнайтын ойыншылар бар. Тіпті кейбір ойындарда Интерде бір қорғаушы пас ашады, екіншісі гол соғып атады. Бұнда да солай болуы мүмкін. Сол жақта Демарка мен кім оң қапталда ойнайтын бұл? Онда бірнеше ойыншы бар, есіме түспей тұр, мен итальяндық ойыншы бар. Дармиан және Дамфрис бар, бірақ ол жарақат. Думфрис бар. Иә, Думфрис. Бұл ПСЖ-ның позициондағы ойынға қатысты дүниелер. Иә, бірақ Интерде үш қорғаушы ғой. Сонда Бастони көтеріледі да, сол қапталға Демарка шабуылға кетіп қалса, ол сол страховкада қала береді. Ал мына жақта Фабиан Руиз қапталға кетіп, дәл Мендештің позициясын ұстап, оған көмектесіп жүреді. Усман Дембеле сонда орталық шабуылшы емес, бұл негізі сонда гибрид позицияны тауып алған өз-өзін. Ол, мен ойымша, Луис Энрикенің қарсылас командалардың қорғаушыларын шатастыру үшін арнайы рөл берген.
бірақ ол білеміз ғой енді Дембеленің скорость деген масқара ғой, ол ойыншыдан қашып кете алады. Себебі сол себепті ол қорғаушылардың артына да ашыла біледі де, жақсы пас беретін адам болса, онда ол ашыла алады. Бірақ қазіргі ойыны осы, демек қызық ПСЖ-ның ойыны да. Әр ойыншының өзіндік рөлдері бар. Сосын бұдан бөлек оны осы эфирге дайындалған кезде оқыған дүниелерім бар мен. Көбінесе енді бұл жақта жеке шеберлігі мықты ойыншылар көп қой. Бір жылдамдықтары мықты, бірге бір алдай алатын. Бірақ Хвича Кварацхелияға қарсыластар көп назар аударады екен. Неге? Себебі Хвича Кварацхелияның айналасындағы аурасы дейміз ғой. Ол жаңағы бір алдалғанда 3-4 ойыншыны алдап кете алады деген тема бар ғой. Ол туралы көп жазады, көп айтады. Әсіресе Наполиде ойнаған кезде Хвича дегенде бірден ойынға қандай ассоциация келеді. 3-4 ойыншыны алдап кететін, өзі жүріп ақ өзіне мүмкіндік жасап беретін ойыншы деп. Сол себепті көбісі команда дайындалған кезде оның алдындағы ойындарда ПСЖ-ның қарсыластары Хвичаға көп назар аударады екен. Бірақ Хвичадан бөлек Баркаля бар, Дуэ бар, жеткілікті ойыншылар. Хвичаның сол себепті мүмкін, мен ойлаймын, жаңа оның алдындағы слайдта көргенімізде, Хвичаның қазір мына көп тұрсыңыз, ортадағы ойсып тұр. Неге? Бұл да өзінің орындағы позициядағы қарсылас команда қорғаушыны өзімен бірге алып кетудің бір амалы, яғни зона ашудың амалы. Сол себепті Хвичаны жаңағы шабуылдағы басымдығын мүмкін шамалы төмендетіп, оның жаңа тактикалық рөлін Луис Энрике үлкейтіп тұрған сияқты көрінеді маған. Келесі слайд, бұл Баркаляның классикалық ашылуы. Мендестің осындай пастары көп жүреді. Баркаля егерде оң қапталда қорғаушы шамалы кідіріп ұйықтап қалып жатса, бірден артына жүгіреді, осындай пас кетеді. Және Баркаля жылдам арқасында әрдайым қашып кетеді флангқа. Сонда тек қана позициялық шабуылдар емес, тез қарымта шабуылға шығатын команда ғой. ПСЖ жалпы мен түсінгенім бойынша ол құрамында жылдам ойыншылар көп болғандықтан, олар қарымта шабуылдарға көбінесе бет бұратын ойыншылар. Бұл логикалық түрде дұрыс. Флангпен де жиі шабуылдайды. Екі жақ флангтан бір жағынан Дембеле, бір жағынан Хакими. Плюс олар постоянно позицияларын өзгертеді ғой. Жиі. Баркаля оң қапталға кетіп, Кварацхелия сол қапталға ауыстырып, Дембеле да кейде солай жүреді ғой. Қапталға екінші ойыншы болып келеді. И сонда олар сондай күрделі бір комбинацияларды көрсетеді. Пари Сен-Жермен бұл нағыз гибкий команда сияқты. Олар бір позициялық структураға ұсталынбайды. Олар кәдімгідей жаңа шешімдерді табады. Кезінде жаңа праймовый реал дейміз ғой, реал фанаттар ренжімеңдер. Праймовый реал дейміз ғой, Бензема, Криштиану Роналду болған кезде, оларда шабуылда хаос болатын еді ғой. Хаос. Кім қалай қозғалатынын білмейсің де. Криштиану былай да ашылуы мүмкін. Бензема былай ашылуы мүмкін. Бұл хаостың өзіндік жақсы жақтары болды да. Сол хаостың арқасында Реал енді қаншама трофей жеңді. Демек, сондай хаосты осы ПСЖ-де бар деп айтуға болады. Енді андай деңгейде емес, енді Криштиану Роналду, Бензема сияқты ойыншылардың деңгейіне жетпеген шығар, Баркаля, Дембелелер енді статустары сәл төмендеу ғой, жас ойыншылар деген сияқты. Мүмкін әлі қуып жетер ол жігіттерді деңгейі бойынша. Бірақ жалпы ПСЖ-ның ойынын солай айтуға болады. Неге ойыншылар көп болмасады? Хаосты туғызады дегенде, енді Арсеналға қарсы ойында қалай болады? Тағы да бір айта кететін зат, Астон Вилланың ойын манері. Астон Вилла АПЛ-дың командасы болғандықтан, испандық тренер жаттықтырғанымен, бұлар қорғанысы жоғары қарай көтерілетін команда. Қорғаныс жоғары көтерілді дегенде, қорғаныс жоғарыға не үшін көтеріледі? Ортада компактность болу үшін, тығыз болу үшін орталық. Шабуылшы мен қорғаушылардың арасы өте тығыз болады, және тығыз болған жерде допты тартып алуға мүмкіндік болады, қарымта шабуыл жасауға мүмкіндік болады. Сол себепті екі ойында да Астон Вилланың ойын стилі, олардың қорғаушылары жоғары көтерілді. Бірақ бұның бір қауіпті жағдайы, әрдайым сен қорғаушылардың артына кеткен пасты, егерде жылдам ойыншылар болса, ПСЖ-да бар ондай ойыншылар, сен әрдайым соған ұсталып қалуы мүмкінсің. Бұл ПСЖ-ның басымдылығы болды да, соны пайдаланып ПСЖ шабуылдады. Сол себепті олар
Оларға жаңағы Астон Вилланың қойған тактикасын бұзу, олардың жаңағы құйтырқы әрекеттерін айналып өту қиын болмады негізінде. Арсенал мүлдем басқаша стильде ойнайды. Олар артқа жатып алып ойнайды. Кей кездерде Арсенал ойын қарап отырасың, мысалы, оны алдыңғы бағдарлама талқыладық қой біздер, Реалға қалай ойнайды. 93-ші минутта 11 ойыншы барлығы қорғанысып жатыр. Кейде ойлап қаласың да, мынау Арсенал ма әлде чемпионат мирін жеңген Италия ма? Иә, немесе Челси ма? Мауриньоның кезінде ойнаған. Бірақ бұл да Арсеналдың ойын стилі. Сол себепті алдыңғы бағдарлама Дидар Мессимен келсем, Арсенал бірінші кезекте қорғанысты ойлайды, артқа жатып алады, зона бермейді, пост кеңістік бермейді, демек мүмкіндік бермейді деген сөз ғой қарсыласқа. Және де контратакада ұшады. Болмаса даже позиционный атакада болған өзінде көтерілген кезде олар плотно ойнайды қарсыластармен. Солай ғана ұстауға болады ғой негізі Пари Сен-Жерменді, қазіргі Пари Сен-Жермен. Дәл солай, өйткені Витинья бар, ол пасты 40-50 метрге бере алатын. Сонымен қоса Нуно Мендешті көріп отырмыз, Фабиан Руйсті ұмытпау керек. Қазір тағы да бір слайд көрсете кетейін, бұл стандартқа байланысты. Бір қарап тұрсақ, бұл Чемпиондар лигасының бірде төрт финал. Жоғары деңгейдегі футбол. Алаңда кілең миллионер футболистер, трансферлер миллион тұратын футболистер. Бірақ жасап жатқан қателік қаласында стандарттары, мына ПСЖ-ның қатесі деген енді масқара ғой мынау. Қазақстан чемпионаты мұнда қате болса, жарайды, Қазақстан чемпионаты ғой деп қоясың ғой. Мынада мұндай бос кеңістік пас асырып жатыр, мынау қателеспесем Телеманс. Телеманс керемет пас керетті, Телеманс бір соққы жасайды. Білмеймін, қалай жасауға болады мұндай қателік. Бұл ПСЖ-ның стандарттарға дайындалмағаны ма, әлде керісінше Астон Вилланың тыңғылық дайындалғаны ма стандартқа? Мұндай деңгейде, бұндай қателіктерді, бұндай зоналарды көру мен үшін білмеймін, бір жат дүние, түсінбеймін. Жоқ, әртүрлі қорғаныста ойнағанда, дәл стандарттар туралы айтсақ, әртүрлі болады ғой енді әрекеттер. Бұл зона барона, немесе зона арқылы сен ойнайтын қорғаныста, немесе персоналды. Осы жерде үш ойыншы жақын бұрышта тұр, Пари Сен-Жерменде. Тек қана үйретіліміз мына жақта қалып қойған. Оған ешкім кедергі жасамайды. Мұнда барлығы бұл жерде барлығы бірге бір ойнап жатқан сияқты көрінеді, бірақ мына камерадан тыс, біздің картинкамыздан тыс бір ма или екі ойыншы қалып қойды. Негізі сол ойыншылар мына жерде болуы тиіс. Себебі подборда әрдайым біреу болу керек. Иә, түсінікті. Сол себепті білмеймін, енді ПСЖ Арсеналмен ойында мұндай қателіктер жасаса, Арсенал стандарттар орындау жағынан мықты команда. Оны ұмытпауымыз керек. Габриэл болмаса да, ол ең көп қорғаныс ойыншылардан гол соққан ғой стандарттардан. Кәдімгідей бір қапталдан бір найс болсын, бір бұрыштама болсын, ол керемет ашылады да, мүмкін кейбір солай ойнай алмайды, дәл бір Габриэл сияқты. Бірақ сонда да Арсенал осындай мүмкіндіктерді тауып алатын сияқты. Білмеймін, көреміз. Бүгінгі ойын сонысымен қызықты. Осындай сәттерге назар аударайық. Келесі бағдарламада талқылайтын боламыз. Бірақ дегенмен де көріп отырыңыздар. Қазақстан чемпионатында қателері ел чемпионы лигасында да көруге болады. Қазақстан чемпионаты тіпті жаңа жастарға футболдағы қателері ғой, қателіктер ғой, жіберетін. Білмеймін енді. Бұл мүмкін кейін Луис Энрике разбор жасап көз жеткен шығар өзі. Ондай қателіктерді жасауға болмайды. Ол да айтатын шығар, осындай қателік Елімай мен Қайсар ойнаған матчта болған, сендер не істеп жатсыңдар деп па? Жоқ, енді түсінікті. Келесі слайдқа көшейік. Бұл ПСЖ-ның нағыз стихиясы, қарымта шабуыл. Көріп отқаныңыздай ойынның соңы емес басындағы эпизодтар. Демек, бұл алдын ала жоспарланған үй тапсырмасымен орындалатын заттар, дүниелер. Хвича қайтадан көріп отырсыздар, ығысып жатыр. Өзімен бірге бір тіреуші қорғаушыны алып кетті. Бұл жерде Ашраф Хакими мен сол қаптал қорғаушысы. Сол қаптал. Люкадин ба? Люкадин. Кімнің Хакимидің қосылғанын көріп, жүрегі дүрс еткен шығар, бұл жерде қайтуға асығып баратыр. Бірақ Хвичаны көрдіңіздер, бірден артқа қарай асырады, бір жақсы жері Хвичаның. Бұл жерде өзі тоқтап алдауға тұрсуға болады ғой, айналып өтуге деген сияқты. Бірақ қарымта шабуыл өзінің темпін жоғалтады, жылдамдықты жоғалтады олар. Сол себепті ол бірден артқа қарай пас асырады,
мынау қателеспесем Витиня деймін ғой. жоқ мынау Невиш Невиш, Витиня иә. ортада. Невиш бірден Ашраф Хакимидің ашылғанын көріп бас асырады. Бұл жерде бір қызығы Телеманс деймін ғой, қателеспесем, кіммен Динмен бір-біріне түйісіп қалады, құлап қалады. Хакими қашып кетеді жақсы. Хакимидің рөлі өте зор, әсіресе қарымта шабуылдарда. Білмеймін, параллель келтіруге бола ма? Чемпионат Қазақстан қарайсыздар ғой сендер. Тоболда қазір Букчевич деген защитник бар. Иә. Черногория құрамасының ойыншысы. Қазір Тоболдың ойыны бәрі сол арқылы жүреді ғой. Сол жүгіреді, шаршамайды ғой, бір бровкадан екінші бровкаға, бір оттуда, сюда, білмеймін. Қазақстан чемпионатымен аналогияны таппасам Нұркен болмайды. Енді ПСЖ туралы айтса да. Қараңызшы мына жерде. Қарымта шабуыл ғой негізі. Астон Виллада 4 ойыншы алда қалып қойған. Ойынның 27 минут. Иә, сол қызығы. Ана жақта тек қана Маркиньос пен Пачо, басқалар бәрі ауылға кетті ғой. Фабиан Руис па кім қалып қойған. Мендеш ана жақта уже кетіп жатқан шығар. Мендеш гол соға дайын тұр ғой ортағасында. Хакимиді күтіп тұр ғой, енді қашан келеді. Бас бердер жігіттер мен кетем. Енді мына жақта да бос кеңістіктері қаншама қалып қойған да. Жоқ, бұл енді бұндай бокс кеңістіктің пайда болуы тек қана ПСЖ-ның арқасы емес, бұл айтып тұрмын ғой, Астон Вилланың ойын стилі сондай. Ойын стилі, ол ашық футбол ойнайды. Астон Вилла өзі футбол ойнайтын команда және басқа командаға қарсыласқа футбол ойнатқызады. Ең басты фактор шығар, өйткені бұл есепке қарасақ 1-4. Бірақ одан кейін Пари Сен-Жермен тағы бір гол соғады. Астон Вилла камбэкті бастайды, 3-2-ге дейін есепті еселейді. Осымен бізде ойыншылардың орналасуына байланысты дүниелер бітті, дайындаған картинкаларымыз. Бұл осы маусымдағы Чемпиондар лигасындағы дриблинг саны бойынша көрсеткіш. Бұл жанкүйлерде қайдан алған статистика десе, бұл Хадл компаниясының статистикасы. Бұл әлемдік бренд, әлемдік компания, Чемпиондар лигасының тек қана Чемпиондар лигасы емес, Қазақстан чемпионатында саралайды. Сол себепті осы жақтан алған дүниелер көресіздер. ПСЖ дриблинг бойынша бірінші орында. Сенуге болады ең бірінші Хадlға, дұрыс қой. А то ана бірінші графикадан кейін 33-34 деген түсінікті. Көресіздер. ПСЖ индивидуалды түрде, жеке техникасы түрінде, дриблинг түрінде бірінші орында. Бұл осы маусымдағы Чемпиондар лигасындағы бүкіл ойындардан кейін табылған. Орташа есеппен негізі команда 21 дриблинг жасайды, ал ПСЖ-де көзіміз. Ал Арсенал қай жақта сонда? Арсенал 6-шы орында, мен кіргізбей қалдым. Бес команда ғой. Бірақ онда 21 дейсің ғой. Солайша білмеймін. 6-шы орында болып, мен көп ойланып отырмын, кіргізбеймін ғой деп. Бірақ бізде барлық картинкалерде 5 команда алғанбызды, біздер алғашқы 5 команда. Жақсы, мен түсініп тұрмын, 4 команда. Манчестер Сити жақсы пайысып ойын өйткені оларда вингерлер сондай. Енді мына жақта Бакайоко, мына жақта Олисе бар, Манчестер Ситиде қаншама ойыншы сондай бар. Доку болсын, ал Ювентус кім арқылы? Кімді линке? Илмаз. Болды. Илмаз бар, сосын Консейсау бар. Ал Пари Сен-Жерменде енді түсінікті. Бәрі, үшеуде Баркаля шықса... Қай ойыншы түртіп қалсан да бәрі. Демек, ПСЖ-ның көрсеткішін көрдіңіздер, яғни бұл не дегенбіз? Жеке шеберлік. Жеке шеберлік Арсеналға бұған қарсы тұру үшін арнайы ұйымдастырылған, ойластырылған мақсат, бір план болу керек. Неше рет соны айттық. Қорғаныста Кивер бар, жап-жас. Жаңа ғана енді бастап құрамға шығып жүрген қорғаушы, екіншіден Майлс Льюис Келли, бұл академиядан шыққан 18 жастағы жігіт. Уильям Салиба бірнеше қателік жіберген, Реалға қарсы, Кристал Пэласқа қарсы, сонымен қоса енді Юрен Тибер, бірақ ол оң қапталда қала беретін ойыншы. Ол кімге қарсы ойнайды болады? Барколя немесе сол Барколя? Жоқ, бұл жерде Барколя демей ақ қой, Кваскелме, Хакимиге қарсы кім ойнайды? Сол сұраққа жауап берейік. Льюис Келли ойнайды. Льюис Келлині біз алдыңғы бағдарламада атап өттік, ол инвертированный фулбэк, яғни ортаға кіре беретін ойыншы. Тап Бағдат Қайыр сияқты. Қайсарда ойнаған кезінде. Ортаға кіреді. Яғни ол ортаға кірген деген сөз бос кеңістік пайда болады. Маған Бағдат қарайды ғой. Обязательно. Сториске салып. Мен Майлс Льюис Келли мен сияқты деп. Бағдат әдей жерім. Бұл жаңа Қазақстан чемпионатының қайыр-қайретін жігіттер болса түсінікті болу үшін. Жақсы. Демек, мен ойлаймын да, жаңа біз айтқан Арсеналдың жас жігіті
ол шабуылға жиі қосыла ма? Майлс Льюис Келли? Жоқ, ол көбінесе ортаға кіріп, шабуылда қосылады. Кейде айтып атқаным сол Реалға соғылған гол, үшінші гол Мирина дәл осы жігіттің пасынан голды соғып тастады. Манчестер Сити қақпасына да дәл солай соққан. Ол алады да 2-3 қорғаушыны өтіп кетеді. Өзі Майлс Льюис Келли. Ол ортаға қосылған кезде, ортаға ойысқан кезде оның позициясы Райс немесе Парти жабады ғой. Қалып. Енді дәл солай Пари Сен-Жермен сияқты Фабиан Руис универсалды ойыншы, ол әртүрлі позиция. Жарайды. Луис Келли ол жылдам ойыншы ғой. А оның орнын басқан Парти мен Райс жылдам ба? Райс енді жылдам түсінікті. Парти ойнай алмайды бірінші ойында, дисквалификация. Демек, Райсқа оның орнын жапқан кезде Хакимидің жылдамдығын ескеру керек деп ойлаймын, мен ойлаймын, енді Хакимиді ПСЖ ойын қоспайтша, по-любому ойын қосады ғой, енді басты ойыншысы ғой, шабуылда қапталды. Сол себепті бұл жерде енді Артета сияқты ойлау керек та, қалай Хакимидің мәселесін қалай шешеміз. Оған қарсы жылдам ойыншы. Онда Льюис Келлиге айту керек, сен бойын ойыспай ақ қойшы, шыдай тұршы, келесі ойында ойысасың, өз позицияңды ұста. Солай болса, негізі Тирни шығатын шығар. Мүмкін бұл мүлдем бір эксперимент, мүлдем менің ойым ғана, бірақ осы ойында Кивер мүмкін Кирн Тирнимен бірге шығатын шығар. Кивер жаңағы страховка дейміз ғой, сол жағынан қалай? Бұл классикалық қорғаушы, қапталмен өтетін, навестейтін болды, кросс, сонымен бәрі бітеді. Ол соны ғана білет, соны ғана істейді. Ол Майлс Льюис Келли сондай фантазиста ойыншы емес. Бір ойы бар, дриблингпен бірнеше ойыншыны өтіп жоқ. Ол бір классикалық британдық қорғаушы. Нұркен мырза, мына жерде неге Барселона жоқ? Білмеймін енді оны. Маған емес, Барселона жігіттеріне қойшайшы, енді неге алдамайды көрек. Ямал секілділер негізі алдап қойшы еді ғой. Нұркен мырза жазған жоқ қой, хадың информациясы. Жоқ, мен қызық болса, мен келесі бағдарламаға Барселона бүйтіп көрсетіп қоямын да, бірінші 5 команда, сосын 25-ші орында Барселона көрсетіп. Цервена звездадан кейін ба? Цервена звезда. Жоқ, шынымен бұл хадың статистикасы, енді білмеймін, солай есептеген шығар. Ол жағын айта алмаймын мен. Дәл осындай тағы бір статистика бар бізде, бұл тағы да бір маңызды ақпарат. Шабуылдағы жекпе-жектер дейді. Мына бір жерден 60 орташа есеппен. Орташа көрсеткіш. Қайтадан ПСЖ бірінші орында. Бол дегеніміз не? Біз айтып отқан жігіттер Хвича, Дембеле, Баркаля, Дуэ тек қана жүгіріп қоймай, олар прессинг жасайды және де топқа жақсы таласады. Бол дегеніміз не? Арсеналға ПСЖ-ның прессингінен дайын болу керек деген сөз. Соңғы ойындарды ескеретін болсақ, Салиба екі рет қателескен. Сериалдың болған ойында. Осы жігітке абай болу керек та, Инстаграмда жазып қой, жазған жоқпыз. Болды, түсініп қойын. Сол себепті көрдіңіздер, Астон Вилла дәл осындай стильде ойнайтын ойыншы, енді бұл жақта білесіңдер, АПЛ бойынша жаңағы Уоткинс бар, бірақ енді АПЛ дегенде түсінен болса, ол АПЛ ол жекпе-жектерден тұрады. Өте көп болады. Андай әуедегі доптар көп болады, алға қарай выныстар. ПСЖ-да бұл да дүние бір қызық, енді бұл Луис Энрикенің өзіндік қойған стилі шығар, өзіндік идеясы шығар. Кімде тек қана жүгіріп қоймайды. Мүмкін кезінде МБП-ның кезінде МБП тек қана жүгірген шығар, әрлі берлі. Дембеле қапталға өтеді, одан кейін Кварцелли қосылады, сонымен қатар Дембеле де екінші демен келеді, Хакими бар, и Пари Сен-Жермен әрбір позицияда тезірек допты алып, шабуылға шығамыз деп сондай жоспармен бәрін істейді. Оны біз Астон Виллаға қарсы да көрдік. Оны да Ливерпульға қарсы ең біріншіден көрдік. Соны ұмытпау керек. Пари Сен-Жермен 8-ден 1 финалда Ливерпульге қарсы ойнаған. Ең мықты Англияда команда қарсы. Жеке шеберлігі мықты зор командаға қарсы. Бүкіл бір, менің ойымша, екі ойында бір жеп тастады да Ливерпульді. Кәдімгідей Пари Сен-Жермен өз деңгейді көрсетеді. Бұл Ливерпульмен ойында байқағаным, біз айтып отқан дүниелердің барлығы болды. Ливерпуль сол жаңа неге түсіп қалды да, солға. Жаңа Дембеленің ойысуына, Дембеле ойысқан кезде жалғыз өзі ойыспайды ғой, қасына біреуді алып кетеді. Сол зонаға жаңа Баркалялар кіретін еді, Дуэллер кіретін еді, Кварцхеллер кіретін еді. Соған Ливерпуль түсіп қалды соған. Демек, ПСЖ Ливерпульге өзінің ойын ұсынды, Ливерпуль сол ойынды қабылдап, ақыр соңында турнирден ұшып кетті.
айтып отқандай, оны алдыңғы бағдарлама айттық. Бүгінгі ойында кім өзінің ойын қарсыласқа ұсына біледі, сол команда жеңеді деп ойлаймын. Бүгінгі ойынға дайындаған статистикалық дан осы бізде дүниелер. Арсенал ненің арқасында жеңеді деп қалай ойлайсыздар? Стандартта. Менің ойымша ең бірінші стандарт. Келісуге болады, иә, Оны стандарт. Реалға қарсы көрдік. Әсіресе мындай заттар болатын дейсіз. Иә. Жол кім? Атын қалдым да. Стандарттарды қоятын бір адам бар. Арнайы. Иә, арнайы. Сол тек қана стандарттармен айналысатын Бруно Жебер. Арсенал биыл емес, былтырғы жылғы қателеспесем АПЛ-дың стандарттары бойынша үздігі болды. Жоқ, осы жылда солай. Габриэл бар, өйткені Салиба да бар, Тимбер жақсы ойнайды стандарт кезінде. Өйткені ол жылдам да, мығымды. Жақсы баспен ойнайды, аяқпен де соға алады. Олар бәрі барады, осы жақын бұрышта емес, мына жерде тұрып, одан кейін жақсы қосылады. Әртүрлі варианттары бар, нұсқалары көп. Жарайды, ойынның сценарийі былай болса, Арсенал өзінің үйінде ойнаса да, енді бірінші ойын Лондонда болады, ойнағанмен допты ПСЖ-ға беріп қойып, өзі артқа жатып алса, ПСЖ ненің арқасында бұл қорғанысты ашуы мүмкін, бұзуы мүмкін. Әртүрлі ойын өрнегін көрсететін шығар. ПСЖ ойнай ала ма жалпы онда позиционды ойында? Иә, бірақ нәтижені бермейтін сияқты. Лига 1-де солай, дәл солай Нантқа қарсы ойнаған бір тайм бойы. Бірақ сонда Барколя кім? Барколя емес, Дуэ бірінші минуттардан шыққан жоқ. Дембеле де қалып қойған сияқты. Ликанин шықты. Бұл да ештеңе істей алмай қалды. Нант керемет позициялық қорғаныста ойнап шықты. Арсеналды дәл солай ойнай алады. Бірақ Арсенал былай істейді. Оларда 20 минут бойы, 10 минут бойы олар топ ұстайды, одан кейін қорғанысқа 10-15 минутқа кетіп қояды. Қайтадан демалып қайтадан шығады. Сол аритмиямен жұмыс істейді. Былай диаграмма сияқты осы жерде темпті көтереді, одан кейін наоборот шабуылдамай қорғанысқа кетіп қалады да, болды. Қарсыласты күтіп, кімге Сакаға пасты беріп, Мартинеллиға немесе солай контр шабуылға шығып. Ойын қызық болайын деп тұр. Әрине, сосын енді бірдеңе сұрайын дедім, енді сарапшы пікір ретінде енді алғашқы ойын білесіздер, иә, осы күзде ойнады, 2-0 есебімен Арсенал жеңіп кетті. Енді ол ойынмен салыстырғанда, енді осы болатын ойында қандай бір ерекшелік болуы мүмкін. Енді ол кезде түсінікті, ол кезде ПСЖ-ның жағдайы, мысалға ол кезде енді маусымда енді бастап жатқан кезең деген секілді. Арсеналда енді ол кезде негізгі шабуылшылар қатарда болды. Мысалы енді ертең алаңға шыққалы жатыр, бірақ қорғаушылардан қазір енді жарақат алған енді ойыншылар бар. Енді қалай болуы мүмкін енді ол ойынмен салыстырғанда, енді осы алдағы ойынның кестесі ойын өрнегі қалай өрбуі мүмкін? Позициялық шабуыл. Ол дәл сол кезде, дәл сол ойында Дембеле болған жоқ. Оны ескеру керек, иә. Иә, Пари Сен-Жерменде. Екіншіден, позициялық шабуылда Пари Сен-Жермен ештеңе көрсете алған жоқ. Екінші таймда жатып алған Арсенал Тросард, Сака бір голдан соғып тастады. Хаверц пен Сака. Одан кейін бітті бәрі. Екінші таймда жатып алды. Қай қалада болған ойын? Бұл ең бірінші сол Арсеналдың алаңында болған ойын. Менің ойымша сол сценарий қайталанбайды негізі. Басқа бір ойын болу керек те секілді негізі. ПСЖ бәлкім сол жаңа айтып жатсыз ғой, позициялық шабуылдарда дұрыс ойнай алмай жатыр. Бірақ енді білеміз, қапталар арқылы жақсы шабуылдайды, жақсы мүмкіндіктер іздейді. Бәлкім соның арқасында ойын ПСЖ-ның тармағын өріп кетуі мүмкін шығар. Менің ойымда сондай мысалға. Енді шынында әртүрлі енді болжауға болады, жұмбақ ойын шыны керек. Мынау былай ойнайды, мынау былай деп енді айту өте қиын. Бірақ енді мынау аналитикаға қараған кезде енді ПСЖ-да енді біршама енді мынау қателіктер өте баршылық деп айта аламыз негізі. Міне жаңағы қарапайым стандарт түсіндіріп жатсыз ғой, міне қараңызшы. Білмеймін, мен қателіктер ме, әлі де бұл ПСЖ-ның стилі. Олар дәл сол агрессивно ойнайды. Ашылып мүмкін, бірақ сонда да көбірек мүмкіндіктер туындайды. Тәуекелге барып, Реал сияқты бір ұқсас бір дүние ғой, тоже Реалдан алып баратқан жүйе жоқ қой. Ойыншылардың, әсіресе шабуылдағы жеке шеберлігінің арқасында бұл жақта да соған ұқсас бір нәрсе. Енді Реалдағыдай Мбаппе сияқты тұлғалар жоқ оларда, бірақ дегенмен де соған ұқсатамын мен. Сосын бір қызығы, оның алдыңғы бағдарламада біздер Мартин Эдегордың несін айтқанбыз рөлі туралы. Ол жігіт негізі өмір сүретін аймағы оң жақтағы полуфланг дейміз ғой, Сакаға жақын ойнайды. Бұл жерде
ПСЖ-да көбінесе Руис ойнайды. Демек, Руис әрдайым сол жерде жүрсе, демек онда Мартинға доп аз келуі мүмкін деген сөз ғой, логикалық түрде. Онда Мартинға онда басқаша ойнап үйрену керек, басқа зоналарға ашылуға. Мен ойлаймын, Руис осы позицияға кетпейтін шығар, себебі Руис әрдайым ойын қорғанған кезде де, шабуыл бастырған кезде де Руис осы позицияда ойнайды. Яғни үшінші қорғаушы сияқты, позиционды шабуыл кезінде үшінші қорғаушы сияқты отырады, қорғанған кезде де осы позицияда ойнайды. Мартинде көбірек ұстаса, Эдегордың артынан бір персональный опеканы қойып қойса Пари Сен-Жермен, онда Сакаға көбірек мүмкіндіктер берілетін сияқты. Ол сызықтың ортасында жақсы ашылады. Біріншіден, екіншіден жылдамдығы да бар. Ол әртүрлі мәнерде ойнай алатын ойыншы. Оған, білмеймін, Салиба пас берсін, ертең бір Райс мүмкін партияның орнына шықса, мен ойымша осындай пастар бір 30-40 метрге 100% болатын сияқты. Дәл осы Пари Сен-Жерменге қарсы, өйткені Мендеш қапталға кетіп қалады шабуылға. Руис, білмеймін, мен ойымша жылдамдығы жетіспейтін сияқты. Кейде мына жақта Мартинелли бар. Оны да ұмытпауымыз керек. Бұдан бөлек жігіттер, ПСЖ-ның қорғанысындағы қорғаушыларға көңіл бөлейік. Себебі Арсеналда Мерина бар. Мерина айттық, ол да жаңағы Дембеле сияқты ложен девятка, бірақ Дембелеге қарағанда бұл мықтылау жігіт. Бойы да бар, топқа да таласа алады, пас шығарып бере алады, жаңағы өзі. Және сонымен қатар олды да төмен қарай ығысып, оны алдыңғы бағдарлама қараған болсаңдар, көрсеттік бізде да әуедегі доптар жеңді, гол соғатын кезде, бірінші гол соғатын кезде Арсенал ол да өз позициясынан шамалы артқа қарай шегініп, допты қабылдап, қорғаушы ұмытып кетеді ол туралы. Бетімен қақпаға бұрылып, асықпай пас шығарып береді. Яғни ол шабуылшы плеймейкер ретінде ойнап тұр да, сол жерде. Сол Меринаға қарсы ойнайтын бұл жерде менің ойымша тактикалық түрде грамотно дейді ғой, бұл Маркиньос. Маркиньос осы ойында қатысса, бұл ПСЖ үшін үлкен бір көмек. Егер де Маркиньос болмай қалып, бір себептермен ауырып қалып, Пачо мен екіншісі Беральда, бразилиялық жас, онда ПСЖ-ның жағдайы жаман болады деп ойлаймын. Қорғаушыларға өте көп зат байланысты. Маркиньос айтып өткендей, оның алдында нағыз профессор ғой, ондай ойыншыларды қазір табу қиын онда қорғаушы. Ертең кәдімгідей шахтма болады ғой. Кәдімгідей өткен бұл екі испандық бапкер. Артета, екеуі де Каталониядан, екеуі де Ла Масиядан шыққан. Екеуі де кезінде жартылай қорғаушы болған. Яғни ойын жақсы көреді олар андай. Позиционный ойынды жаңағы алаңдағы шахматты жақсы көреді олар негізінде. Алаңда болатын шахматты. Сол себепті жігіттер, мен ойлаймын, өте керемет, қызықты ойын күтіп отыр. Біз айтқан дүниелерді, ойынды қарап отырып, біз айтқан дүниелерді еске алып отыруға болады. Жалпы біз айтылған дүниелердің қай жері орындалды, немесе қай бапкер қалай командасын өзгертті деген сияқты сол жағынан керемет мүмкіндік деймін. Ендеше жігіттер, бізге берілген уақытта мінекей аяқталып берілген. Мына жақта жоқ сондай. Сен телеарнада емессің ғой, берілген уақыт. Осының несінде солай айтып жүрмін ғой. Әбден студия жүргіз үйреніп қалған ғой андай телеарнадағышы. Құлағың айтып отырмын, 10 минут қалды. Сондай ба. А тогда былай аяқтай салайын онда. Давайте вообще. Жоқ, мынаны біз қалдырамыз. Қазында. Ютубтың берген уақыты бізге де. Арнаға тіркеліңдер. Лайк қосып жігіттер, осындай сараптамалар көбірек болсын. Арсеналға, егер де Арсеналға арналған бағдарлама қарамаған болсаңдар, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Себебі бізде бүгін айтылған дүниелер түсініксіз болады. Арсеналдың бағдарламасы қарамасаңдар. Жігіттер, енді алдағы ойын енді өте қызыққа толы болады. 4 күн күтіп отыр бұл ойынды. Және сараптамаларыңыз енді сол ойында тағы да енді өз жемісін бере жатар. Ол ойыннан кейін де біз енді жаңа Дидар айтқандай қанша осы жолы 10 сюжет көрдік, енді одан да көп көретін секілдіміз ғой. Және енді рахмет келгендеріңізге. Өте жақсы бір аналитикалық талдау болды деп ойлаймын. Және енді біздің
көрермендерімізге де бір үндеу айтайық. Шынында да біз жаңа қарқынмен енді жаңа арна болып ашып жатқаннан кейін міндетті түрде қолдап отырыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Және енді Қазақстанда енді бұндай аналитикалық бағдарлама тұңғыш деп айтайықшы, иә, тұңғыш. Бұған дейін енді ешқай жерде көрген жоқсыздар сіздер. Енді шығып жатырмыз міне. Сол себепті арнамызға жазылыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Қазақ футболын, әлемдік футболды бірге талқылайық, сараптайық, аналитика жасайық. Жалпысы енді осы журналистика, ол аналитиканы жақсы көреді. Сол себепті